Севилья Барселонаны аяған жоқ. Матчқа кішігірім шол жасайық. Мына ойында не болды емес, не болмады деу керек. 8-ші тур аясында Севилья мен Барселона кездесіп отыр. 10-ші минутта Арауха Исак Ромероны құлатып, пенальти ұйымдастырады. Нүктеде кім? Барселонада ойнап кеткен Алексис Санчес. Матч есебі ашылды. Бұрынғы клубына салған соң қуанбай ма деп ойладым. Алайда қуанышын өмір бойы сақтап, қазір ғана шығарған адамдай қуанды. 36-ші минутта Севилья қарымташа болды. Варгастың пасынан кейін жаңағы Исак Ромеро есепті еселендірді. Бірінші тайм қосылған 7-ші минутта Педридің әдемі пасын Рашфорд әдемі голмен ұластырды. 73-ші минутта енді пенальти тебуге Барселона мүмкіндік алады. Себебі алаңға санаулы секундтар алдын шыққан Андан Янузай тәртіп бұзды. Қосалық құрамнан дәл керек кезде шыққандай. Алайда бұл мүмкіндікті Левандовски қисық соққысын кесірінен 0-ге теңеп отыр. 87-ші минутта Хосе Анхель Кармона оң қапталмен асықпай келіп, арғы бұрышқа тепкені есепті 3-ке көтерді. Бағынбайтындай соққы емес еді, алайда қақпашы соққының ұшқанын көрмей қалды. Екінші таймға қосылған 6-ші минутта кезекті қарымта шабуыл. Севилья есепті 4-1 етіп, Барселонаның тасталқанын шығарды. Бұл матчта Барселона басымдық көрсете алмады, ал есеп бойынша тіпті керісінше. Егерде Левандовски сол пенальтиді соққан кезде, ойын керісінше жүру әбден мүмкін еді. Сіздермен бірге желі аяқтарынан видеоны лайк басып, арнаға тіркеле кетіңіз.